Ассалаумалейкум, құрметті көрермендер. YouTube арнамыздың тұрақты көрермендері және қонақтары. Бүгінгі видео биогумус бағытында, биогумус илеу, өндіру, сақтау деген сияқты сұрақтардың жауабын білетін боламыз. Қазіргі нарықта биогумустың 1 литр биогумус, бізде 1 литр. Бағасы 70 теңге оптовый, 100 теңге, 10 литр, 20 литр алатын болсаңыз 100 теңгеден сатып жатыр. Мынаны мен осы үйіндіні 1,5 сағаттарда осылай илеп қойдым. Оны төбеден алып, ар жақтан алдым да, мынау бетонға осылай 10 сантиметр қылып осылай жайғамын, сәл құрғатып, сосын мынау қол елек бар, қол елекпен жай асықпай отырып, жаңағы музыканы қосып қойып, 1,5 сағаттарда илеп тастадым. Шамамен бұл жерде 200 литрдей биогумус бар деп жобалап жатырмын. Енді қараңыздар, 1 литр биогумус төгейік. Мінекей, көрдіңіздер ме? Мінекей, енді мынау үйінді. Мынау осы 1 литр биогумус 100 теңге, оптовый цена 70 теңге, 80 теңге, 90 теңге жалпы. Енді өте үлкен объемде сататын болсаңыздар, мысалы 1000 куб, 2000 куб, о кезде бір 60 теңге, может быть, солай табуға болатын шығар. Қарап отырсаңыздар, міне өте тиімді бизнес екен. Мынау егер 200 литр болатын болса, оптовый цена 70 теңгеден 14 000 теңгелік биогумус. Пожалуйста. Оны мен қазір көрсетем. Мына жерде азырақ болды, соны иледім. Шуалшандар бізге биогумус өндіріп жатыр. Құдай қаласа, ар жақта уже биогумус дайын. Мынау мусор отход. Отход болғанда да арасында біраз биогумустар бар. Мен мынау әдейі осындай 4x4 майда сеткамен ұрып жатырмын, чтобы арасында тас-пас, онша-мұнша жаңағыдай түспесін деп, биогумусымыз сапалы болсын деп, әдейі майда сеткамен істеп жатырмын. Кейбір жерде 5 мм-лік сеткалармен де істеп жатады, жаңағы сепарациядан өткізіп. Төбе жағынан кепкен жақтарынан жаңағыдай қол елекпен иелеп жатқан жайым бар. Шуалшандардың жағдай өте жақсы. Өте тамаша. Қарап отырсаңыздар, мінекей. Мінекей, уже жаңа жайға, жаңа азыққа келген соң бұлардың денелер үлкейіп, әжептеуір. Белдеріне жаңа қарасаңыздар, мынандай кольцо байлап, құдай қаласа көбеюге әрекет жасауда бұлар. Мінекей. Бір мезгіл кешке су құйып тұрмын, қазір салқын, ауа райы әжептеуір салқын болып қалған. Мысалға, азанда құйып атқан жоқпын, кешке бір мезгіл су сеуіп қоямын. Мына жерде где-то бір шама уже биогумус елеп тастадым. Где-то 1 кубтай бар шамамен. Жай асықпай жаңағыдай. Биогумустың сапасы өте тамаша. Так, бұл 6, май, июль, август, сентябрь, 5 ай бола ма? 5 айлық биогумус қой, 5 ай тұрған, сапасы өте тамаша. Уже қолмен ұстап, басқада көзбен де қарап отырсаңыздар, мысалға сапасы өте тамаша екен. Бұл биогумусты любой нәрсе өсет. Біраз уақыттан кейін мен осы биогумусқа қатысты эксперимент жасағам, гүл бөлмелері. Сол кезде мен көрсетем биогумустың қалай жұмыс жасайтын. Именно менің жаңағы еккен бөлме гүлім қандай измененияларға, өзгерістерге енді. Соны құдай қаласа, сол видеоны түсіріп, осы YouTube арнамызға салатын боламын. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар, видео ұнаған болса лайк басыңыздар, комментария, каналға подписка жасаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.